Сәлем достар. Бүгін қысқа арналған өте дәмді, жеңіл әрі жылдам жасалатын свежий салат дайындаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Болгар борщын ұзынша ыңғайлы жақсылап әдемілеп турап аламыз. Міне болгар борщымыз дайын болды. Кезекті қызанақты жақсылап жуып тазалап алып, ыңғайлап жіңішке ұзынша етіп турап дайындап аламыз. Қызанағымыз да дайын болды. Артынан пиязымызды бұны да жақсылап жіңішке етіп тураймыз. Артынан қиярымызды дөңгелекше етіп әдемілеп турап, сарымсағымызды да ыңғайлы етіп турап аламыз. Енді кезекті петрушка мен укропты майдалап пачақ-пачағын шығарып тураймыз. Жақсылап барлығын турап дайындап аламыз. Енді қызып тұрған қазанға помидорларымызды аударып, салып ары-бері қозғаймыз. Кішкене отта қойып, қызанақтың суы шыққанша кішкене қоямыз. Сол аралықта қақпақ пен банкаларды стерильдеп дайындаймыз. Міне помидорымыздың жақсылап суы шықты. Оның үстінен әдемілеп туралған болгар борщын салып, ары-бері аударып, жақсылап аударыстырып, оның үстінен пияз бен сарымсақты қосып, тағы да жақсылап ары-бері араластырамыз. Бір кішкене қайнатып алған соң, әдемелеп дөңгелектеп туралған қиярымызды да үстінен қосып, үстінен петрушка, укроп, барлығын жақсылап араластырып, ары-бері помидорымыздың әдемі суы шықты міне. Баяу отта қайнатасыздар. Бір бұрқ еткізіп қайнаған соң, үстінен тұз, шекер сеуіп араластырасыздар. Кішкене отта қойып тағы да, оның үстінен лавр жапырағын, қара бұрышты сеуіп, бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Міне біздің жасаған қысқа дәмді салатымыз дайын болды. Көріп отырғандарыңыздай банкаға салып, 1 литрлі банкіге салып, 1 литр банкіге 1 чайный ложка уксустан кетеді. Дәмі өте, иісі де, дәмі де өте керемет. Жасап көрсеңіздер болады. Қоспалары описанияда жазылып тұр. Міне біздің свежий салатымыз дайын болды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет.